Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Мен мына Талдықорған қаласы Зария районына келсем, осында бір әдемі үй салып қойыпты өзбек жігіттер. Істеген жұмыстарын көріп сүйсініп тұрмын. Содан камерамды ашып видеоға түсіріп жіберуді жөн көрдім. Ал кеттік, мына жігіттер қазір мына үйді қойып былтыр салып қойған екен. Биыл мына сыртқы заборының істеп жатыр екен. Көрсеңіздер, мынау облицовый кірпіш, осыны қалап жатыр. Бұлардың бағана сөйлесіп көрдім, мынандай облицовый кірпішті бір колоннадан тұрғызып беруі 45 мың теңге екен. Мына жерде қанша колонна бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ана жаққа дейін бар. Үйді айландырып жатыр. Өте әдемі. Мынау енді облицовый кірпіш, бір талы қанша екенін білмеймін, мен шамамен бір 250 теңге болатын шығар. Сары және де осындай күрең қоңыр түсті. Екімен қалап жатыр, мынаның ортасында керамзит кірпіштер екен мынандай. Сонан кейін екі жағынан қалай береді облицовый кірпіш. Ортасынан осындай темір саткалар салып отырады екен. Бұны салудағы мақсат жібермейді. Өте берік болады, мығым болады. Көріңіздер, жіпті тартып алып, өте істеп жатыр екен. Бұл жігіттердің енді жұмыс ақысына келсек, осындай 1 квадрат метр жерді 10 мың теңгеге қалып береді екен облицовый кірпіштің. Енді мына үйге қарайтын болсақ, үйдің размері 14-те 16 екен. Былтыр салынған үй. Фундаментін құйып, қабырғасын тұрғызып, төбесін жауып, сыртына облицовый кірпішпен қаптап берген үшін 11 миллион теңге алған екен. Бұл былтырғы жұмыс. Биыл міне сыртқы заборын қалап жатыр. Ал енді кеттік, үйдің ішін көрейік. Үйдің жалпы жоспарымен танысайық. Өте әдемі. Терезелер де үлкен екен. Баспалдақ. Баспалдақтан кіргеннен кейін үйдің ішкі черновой болып тұр, әлі толық біткен жоқ. Төбесін жыллақ қойыпты. Төбесіне немене салыптан андай каменный вата. Үйдің жылу жүйесі осы оң жақта екен. Чөтчіктерді осында орналастырыпты міне. Кірген жерде мына жақта туалет екен. Мына жақта бір жатын бөлме ғой деймін. Терезесі үлкен сондай. Батаркалар қойылған екен. Лепкасы тартылыпты. Черный потолок. Мына жақта холл үлкен екен. Холл үлкен, кең, әрі жарық екен. Терезелер үлкен болған жақсы. Терезелерін көрейікші. Қандай терезесі? Өте сапалы терезе екен. Қанша стекло пакет? 3 стекло пакет. Көрсеңіздер болады. 3 стекло пакет. Мына жақта ас бөлмесі екен. Ас бөлмесі де кең. Әрі жарық. Терезеден аямаған екен бұл кісі. Содан кейін мына жақта тағы бір детский ғой деймін. Кішкентай бөлме бар екен. Сосын мына жақта
жатын бөлмелер. Жатын бөлме кең екен бұл жерде. Жатын бөлмеде. Сосын мына жақта тағы мына жақта бір жуыну бөлмесі ма сондай үлкен не екен. Мына жақта тағы бір жатын бөлме. Жігіттер осы жерде жатып жұмыстарын істеп жатыр екен. Мынау бір жағынан холл, бір жағынан зал болады екен. Көрдіңіздер не? Үй өте сапалы салынған. Керамзит болықтан салынған не? Штукатуркасы да әдемі. Міне барлығы төксімдарын сыртын гофрамен қаптаған екен. Бұл район өте жақсы. Бұл районда ауқатты кісілер тұрады. Золотой квадрат деген аты бар Талдықорғанда. Ал енді видео ұнаған болса лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Жұмысшы керек болса жазыңыздар. Осы жігіттердің номерлерін берем сіздерге. Мына жақты көрейік. Енді кейін фундаментінің сыртын қаптай салады. Әдемі суағарлар бәрі қойылған. Төбесі сондай қымбат черепицамен жабылған екен.